Нұрила Бектемірованың жаназасы шығарылмаған қазақ әңгімесінен. Жігіт жастары жертасына ауған шал мен кемпірдің жалғыз ұрпағы еді. Ол бала мектеп қабырғасында жүріп-ақ сабағын жақсы оқып, өте алғыр, зеректігімен көзге түсті. Алған бетінен қайтпайтын өжеттігі бар. Жанып тұрған от еді. Естігенін лезде ұғып алатын қағылез баланың келешегінен көп үміт күткен ата-анасы оны бетінен қақпай өжет қылып өсірді. Балан жігітте жас күнінен ақ спортпен айналасып, әскери маман болуды армандап, өзін-өзі қиындыққа дайындап, шынығып жүретін. Содан мектепті бітіріп, алыстағы Ресейдің бір қаласында орналасқан әскери теңіз жоғары оқу орнына түсіп, оны да үздік бітіріп, ауылдағы қартан ата-анасын қатты қуантқан болатын. Көңілі толқып, қолы қалтыраған қарт анасы ұлының әскери теңіз офицері киімін киіп түскен суретін, жазған хатын барлық ауылдастарына көрсетіп, қуаныштан жүрегі жарыла жаздаған. Жігітте оқуын бітіре салысымен қиыр шығысқа әскери қызметке бұйрық алып, міндетін өтеуге аттанып кетті. Бұл хабарды ауылдастарын қатты қуантты. Әсіресе желкілдеп өсіп келе жатқан жас қыздар сымбатты ауыл жігіттің елге оралуын асыға тосқан. Ондағы ой армандары жігіт не қылса да ауыл қыздарының біріне көзі түсіп, көңілі кетіп, үйленіп, алыс қалаға алып кетіп, арманға ұқсас өмір күндерін бастап кешіру еді. Алайда көп жылдар бойы қыздар қиялында жүрген сымбатты әскери шендегі жігіт ауылға ат ізін салған жоқ. Анда-санда кәрілік келіп халдері қаша бастаған шал мен кемпірге тиын-тебен жіберіп тұратын екен деген сыбыстан басқа жуық манда жігіттен еш хабар болмады. Ғұмыр деген кесікті мерзім ғой. Бір күні ыңқыл-сыңқылы бар жасы жеткен шал ауырмай, сыздамай, кешкілік ұйықтап, таңертеңгісін оянбай қалды. Оны естіген шағын ауыл іші абдыр-сабдыр болды. Алыста жер қиядан әскери қызметте жүрген жалғыз ұлына жедел хабар жіберілді. Бірақ келе алмаймын, шетел жағалауында кемемен іс-сапардамын деген қысқа телехат 3-ші күні ғана шалғай ауылға әзер жеткен. Бұл жақтағылар да ел-жұрт емес пе, ауыл болып жабылып, қарттың жаназасын шығарып, мұсылмандық дәстүрмен арулап жерледі. Шалынан айырылған кемпір байғұс оңбай қалды. Не қылса да екі көзі төрт болып, жалғыз ұлын күтумен болды. Бұрынғыдай емес, кәрілік келгендіктен екі аяғын әзер басып, үйіне әрең кіріп шығады. Анасының мүшкіл халін айтып, ауылдағылар баласынан тағы да хат жазып жіберген. Оған жауап 2-3 ай шамасында зорға келді. Әзір келе алатын емеспін. Кемемен теңізге шықсақ, 6 айсыз жағы қайтып оралмаймыз. Оның үстіне Мәрүсия есімді қызға үйлендім. Айып етпеңіздер, анама ақша жіберемін депті. Оны естіген кемпір қуанудың орнына екі көзінен жасы сорғалап, әбден жылаған. Баласын үйленгенін, басқа ұлттың қызы екенін біліп, қуанышты той күннен бір жолата күдерін үзіп алған. Енді жасы келген кәрі әжей ауылдың инабатты, көрікті бойжеткен қыздарына күрсіне қарайтын болды. Бұлай боларын қайдан білген, болашақта баласына жар болатын, қара шаңырағына келін болатын 2-3 үйдің әдепті қыздарын сырттай көздеп жүрген еді. Амал қанша, келін түсіріп, ауылдың бір қызының басына ақ орамал салу бұл шаңыраққа бұйырмапты. Не де болса алыс бейтаныс аймақта әскери қызметте жүрген ұлының тілеуін тілеп, 5 мезгіл намазын оқып, алақан жаюдан кейуана бір шаршамады.
Осылайша күндер өтіп, жылдар жүзін ауыстырып жатты. Ұлынан бұрынғы келіп тұрған азынаулақ қиын тебен сап дейілғаны қашан, хат хабар да жоқ, тым-тырыс. Күнұзақ байғұс кемпір үйінің төрінде ілулі тұрған ұлының суретіне көзі талғанша қарап, көңілдегі сарғайған сағынышын әзер басатын. Кей уақытта көзінің жасын сығып жатып, шаршап шалдығып ұйықтап кететін. Содан түс көретін, ауылға әсіресе киім киіп, ер азамат болған баласы келіп, қуанып, той-домалақ жасап жатыр екен. Оянып кетсе, азынаған үйде жалғыз өзі жатқанын біліп, бекер-ақ көзімді ашқан екенмін деп өкініп, көздері аз болмайтын. Амал қанша, мойындарына моншақтарын салып, Құдайдан тілеп алған жалғыз ұлдарын шет жаққа жіберіп, көздерін алдынан ұшырып алғандарын енді опық жей бастаған кемпір көкірегін ащы өкініш тырнап, күннен күнге шөге берді. Енді қарт әжей өзін өзі күте алмайтын болғандықтан ауылдық кеңестік қызметкерлері оның үйіне бір жас жұбайлардың отбасын қоныстандырды. Әйтеуір жанында қарайласатын адамдар бар дегені болмаса, кемпір күндіз ұзақ үн-түнсіз жатып алатын. «Апа, бір жеріңіз ауыра ма, дәріге шақыртайын ба?» деген жас келіншекке басын шайқап. «Жоқ, қарағым, менің ауырымды жазатын енді дәрі жоқ», деп жауап беретін. Сол екі ортада Москва төңкеріс болып, дүрілдеп тұрған кеңес дәуірі ыдырап, әр ел өз алдына отау тігіп, тәуелсіздіктерін жариялады. Мұны естіген кемпір байғұс қатты қуанып, енді балам елге қайтар деген дәмеленді. Бірақ күткені болмады. Жазып жіберген хаты жетпей ме, әйтеуір қиыр шығыстың теңізінде жүзіп жүрген баласынан еш хабар ала алмады. Одан кейін көңілінде лап етіп тұтанған үмітті күл болып сөнуге айналды. Осылайша кәрілік ектенген көңілі қожырап жүрген бір күні кешкілік үйіне ауыл адамдары топпалап сау етіп кіріп келгені. Қарт ананың жүрегі бір жаманшылықты сезгенде зу ете қалды. Олар: «Апа, мықты болыңыз, балаңыз теңізде апат болып, батып кеткен сүңгір қайық ішінде қалыпты. Теледидардан берілген қаза болғандардың тізімінен ұлыңыздың аты жөнін оқыдық» деген қарт ананың көз алдына жарық дүние аударылып төңкеріліп кетті. Ауа жетпей қысылып, есінен танып қалып еді. «Қайтесіз, ол жалғыз емес, пәленбай адам кетіпті» деп әлдекім өзінше басу айтып жатыр. «Ойбай-ау, ол мұсылманның баласы емес пе? Аққа орап, арулап көнбейміз бе?» деген кемпірдің әжім торлаған жүзінен ыстық жас тарамдап ақты. «Апа, ол Ресей азаматтығын қабылдапты. Енді тек балаңыздың мүрдесін отбасына береді екен. Сол жақтағы әйелі жерлейтін болыпты» деп біреуі ақырындап түсіндіріп айтты. «Неге менің баламның жаназасы шығарылмайды? Неге денесін елге жеткізіп бермейді?» деп заржылаған әженің сұрағына жиналғандардың бірде біреуі жауап бере алмай жерге қарады. Сол екі ортада басына ақ сәлде оранған молда отыра қалап Құранын оқи ала жөнелді. Кемпір баласынан бір жолата айырылғанын біліп, есі кіресі шығасы күйінде мәңгіріп отырып қалды. Жиналғандар жұбатуға сөз таба алмай иіріліп, көздері жасқа, көңілдері өкінішке толып тұрып қалған. Сол күні кешке Ресейдің теледидары сүңгіру қайықта апатта қаза болған теңіз офицерінің денесін жерлеп жатты. Арасында баласы бар екенін көрген кемпірдің тынысы тарылып, жүрегі әп сәтте соқпай қалып, бұл жалған дүние де көшкен баласын жолығуға асыққан мәңгілік ұйқы құшағына еніп кеткен еді.